Өзіміз отырып шай ішейік. Сәлем достар, мен Күнеке Нұрлан, қаржылық кеңесшімін. Шай ішейік рубрикама қош келіпсіздер. Бұл рубрикада қаржы, экономика, бюджет, жеке бюджет, отбасылық бюджет, инфляция, салық және де басқа қызықты тақырыптарды талқылап отырамыз. Егер сіздің өзіңіздің жақсы көретін тақырыбыңыз болса, немесе өзекті мәселеге қандай да бір сұрағыңыз болса, осы видеоның астындағы комментарийға жазып өтіңіз. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз қаржылық сауаттылық. Қарап отырсаңыз, қазіргі таңда ақшамен байланысты сұрақтар өте көп. Негізі қазақстандықтар, немесе Кеңес одағынан кейін қалған басқа мемлекеттердің өзекті мәселесі бұл қаржыны ұйымдастыру. Яғни қаржымен жұмыс істеу. Ал қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Қарап өтейік. Қаржылық сауаттылық дегеніміз ақшаны тиімді ұйымдастыру, оны басқару және де тиімді қаржылық шешімдерді қабылдау мақсатындағы дағдылардың жиынтығы болып келеді. Қарап отырсаңыздар, сіз таңертең жұмысқа шыққан кезде автобусқа төлейсіз, метроға төлейсіз, таксиға төлейсіз, жол жөнекей қандай да бір тамақ аласыз, шашыңызды қию үшін шаштаразға барып оған да ақша жұмсайсыз, балаңыздың садигіне, балабақшасына да ақша төлемін жасайсыз. Сіздің күнделікті өміріңіз ақшамен байланысты. Ал ол ақшаны тиімді қолданасыз ба, жоқ па? Сіздің жалақыңыз жете ме, жоқ па? Шығындарыңыз қандай? Ол шығындарыңыз тиімді ма, тиімсіз ба? Әлде сіз тек қана импульсивті шешім қабылдап барлық жалақыңызды жоқ қылатын жағдайда болсаңыз, бұның барлығы сіздің қаржылық сауатты деңгейіңіздің төмен екенінің көрсеткіші. Ал енді сол қаржылық сауатыңызды ашып, оны дамыту мақсатында не істеу керек? Біріншіден, сіз өзіңіздің қаржылық сауат деңгейіңізді бағалап алуыңыз керек. Яғни сіз қаншама шығыстарыңыз бар, қандай табыс көзіңіз бар, жалақыңыз сіздің шығыстарыңызды жабуға жеткілікті ме, жоқ па, кредиттеріңіз көп пе, рассрочкаларыңыз саны қандай, және де қаржылық мақсат бар ма, жоқ па, қаржылық жоспарларыңыз бар ма, жоқ па деген сұраққа жауабыңыз болмаса, бұл сіздің қаржылық сауаттылық деңгейіңіздің төмен екенін көрсетеді. Осындай баға бергеннен кейін сіздің келесі қадамыңыз сол қаржылық сауаттыңызды ашу. Қаржылық сауатты ашу үшін біріншіден сіз өзіңіздің біліміңізді толықтыруыңызға болады. Білімді негізі тегін ретінде сіз бұқаралық ақпарат көздері, ресми сайттар және кітапханаға барып білім министрі ұсынған арнайы кітаптарды оқып, және де осында YouTube арнасы болсын, Instagram парақшаларда қазақ тілінде қаржылық сауаттылыққа байланысты эксперттердің ақпаратын қолданып, бірінші қадам ретінде қаржылық сауаттылығыңызды дамытуыңызға болады. Екіншіден, қаржылық кеңесшіге барып өзіңізге қаржылық консультация алуыңызға болады. Қаржылық сауаттылықты дамыту басында ең бастысы сіздің мақсатыңыз. Сіз егерде өзіңіздің жеке бюджетіңізді, отбасылық бюджетіңізді дамытып, басқарып, тиімді қолданғыңыз келсе, мотивацияңыз болып, дисциплинаға жүгініп, өзіңіздің қаржылық мақсатыңызды қойып, мақсат қойып талпына білсеңіз, әрине сіз өзіңіздің қаржылық сауатыңызды міндетті түрде ашасыз. Қазақта айтпақшы, жағамыз жайлауда деп, мемлекеттен ешқандай көмек жоқ, экономикалық кризисқа әсерім жоқ, мен бұл ешқандай әрекетім тиімсіз болады, менен қолымнан түк келмейді деген драма, трагедияға түсіп диванда шалқайып жатсаңыз, әрине сіз қандай да қаржылық жағдайыңызды жақсарта алмайсыз. Біздің қаржылық іс-әрекеттеріміз негізінен сол Кеңес одағынан қалып қалған әдетпен әрекеттер. Біздің ата-аналарымыз, ата-апаларымыз Кеңес одағы кезінде нарықтық экономикаға бейімделмеген болатын. Өйткені жоспарлы экономика дегеніңіз қалай болды? Сіз университетті бітіргеннен кейін сізге жұмыс беретін партия. Жұмыспен қатар сіз білесіз, мысалы, нарықта осы кесе, мына құрт, майдың бағасы бәрі бірдей болатын. Сол Грузиядан болсын, немесе Қазақстанда болсын, Қырғызстанда болсын, сол май мысалы 1 рубль немесе 50 копейка тұратын. Оның мысалы Грузияда ол 2 доллар немесе Қазақстанда там 3 доллар тұру деген болмайтын. Өйткені жоспарлы экономиканың ең басты мақсаты барлығы тең болу керек болатын. Ал барлығы тең болған кезде нарықтық экономика, бәсекелестік, орысша айтқанда конкуренция, дамымайтын. Ал бәсекелестік дамымаған жерде әрине адамның іс-әрекеті, қаржылық іс-әрекеті, финансовый поведение өзгеше болады. Ол алдын ала жоспарлау бейімі болмайтын, яғни стратегиялық ойлау қабілеті жоқ, оны ақшаны ұйымдастыру қабілеті жоқ. Өйткені ол неге ол үшін уайымдау керек? Мысалы, кез келген кезде оған мемлекет көмектеседі, сен университет бітіргеннен кейін саған пәтер береді, немесе общежитие береді, сені доярка, тракторист, немесе инженер, дәрігер ретінде бүкіл союз бойынша жұмыс беріп отыратын. Сонда адамдар жоспарлы ойлап, сол ақшам жете ме, жоқ па, жұмыс табам ба, жоқ па, мына жерде әрекет жасап көп ақша табу керек деген бейімделу болмаған. Сол себептен қаржылық іс-әрекеттер жоспарлы экономикадан қалыптасып қалған. Ал енді Кеңес одағы құлдырайды. 90-шы жылдары Кеңес одағы құлдырағаннан кейін біздің ата-аналарымыз, біз барлығымыз
қандай да бір сұрақтармен қалып қаламыз. Себебі нарықтық экономиканың не екенін білмейміз. Өйткені жоспарлы экономика жабық экономикада өмір сүрген болатын. Кеңес одағы мүлдем жабық болатын, ал Кеңес одағынан тыс Америка, Европа, басқа елдерде қарқынды капиталистік нарықтық экономиканың дамуы жүріп жатты. Ол жерде бәсекелестік, үлкен компания жасау, монополия, олигополия, және де қандай да бір нарықтың дамуы, бағалы қағаздардың дамуы, бизнес жасау, Макдональдс, франшиза, неше түрлі бизнесқа байланысты қарқынды капиталистік даму болып жатты. Ал біздің жабық экономикада ондай болмады. Әрине, жабық экономика ашылғаннан кейін, нарықтық экономика туындағаннан кейін біздің ата-аналарымыз барлығы шоковый состояние дейміз ғой, сондай жағдайда болды. Ал енді ақшаны қалай табамыз? Ақшаны көп тапсам, мені спекулянт деп айту мүмкін. Ақша көп табу жақсы ма, жоқ па? Өйткені біз барлығымыз ойлап қаламыз ғой, біздің мемлекет көмектеседі, мемлекет көмектесу керек, ақша беру керек деген. Бірақ Кеңес одағы құлдырағаннан кейін әрбір мемлекет дербес мемлекет ретінде өзінің нарықтық экономикасын дамуға мәжбүр болды. Бірақ адамдарының іс-әрекеті, қаржылық іс-әрекеті, финансовое поведение өзгеше болып келді. Сол кезден бастап массовое потребление деген пайда болды. Массовое потребление дегеніміз, жабық экономикада өмірі Кока-кола көрмеген, қызыл түсті, көк түсті, неше түрлі әдемі әшекей бұйым киім көрмегеннен кейін, оның барлығын әрине көріп, қызығушылық, көрсе қызарлық та дами бастады. Бұның барлығы әрине массовое потребление, несиеге ұсыну, ақшасын ұқсата білмеу, ақшасын тиімді тарата білмеу әрекеттеріне, әдеттеріне әкеп соқты. Әрине, бұл негізі экономикалық тұрғыдан норма болып келеді. Яғни бұл адамның қаржылық іс-әрекетінің, финансовый поведениесінің эволюциясының нормальный состояние дейміз ғой, бұл жалпы нормасы болып келеді. Бірақ бұл норманың келесі этапы, яғни нарықтық экономикаға бейімделуі, капиталистік ойлау іс-әрекетіне бейімделуі әлі бізге 50-60, тағы да бір 100 жылды қажет етеді. Ал сіздің жасыңыз қазір 35-37-те болуы мүмкін. Сіз сол 90-шы жылдардан бастап, қазіргі мен сияқты сол 35-37 жастағы азаматтар болсаңыздар, сіз ешкімге керек емессіз, мемлекетке керек емессіз, достарыңызға керек емессіз. Сондықтан капиталистік нарықтық экономикаға бейімделу тек қана сіздің міндетіңіз болып келеді, сіздің жауапкершілігіңіз. Сол себепті ең бастысы және де тиімді шешім бұл қаржылық сауатыңызды ашу және бейімдеу. Өзіңіздің жеке капиталыңызды, отбасыңыздың капиталысын дамыту және де сыртқы факторларға, ішкі факторларға, осындай сыртқы факторларға, инфляция, экономикалық кризисқа төтеп беру мақсатында өзіңіздің біліміңіз, капиталыңыз, жеке қорыңыз, дағдыңыз жеткілікті болу керек. Сол себепті ағайындар, қаржылық сауаттылық дамыту өте бір тиімді мақсат болып келеді. 2025 жылы өзіңіздің қаржылық сауатыңызды дамытуға мақсат қойып, приоритет жасаңыз. Өзіміз отырып шай ішейік.